Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай ыдыстың астына қоятын подложка тігіп үйренетін боламыз. Оның тігілу жолы өте оңай, ерекше болып тігіледі. Қолдағы бар маталардан тігіп алсаңыздар болады. Немесе подложка емес, ланч мат ретінде қолдансаңыздар болады. Мінекей ыдыстың астына қойып, жанына қасықтарын әдемілеп қойып, дастарханыңызды сәндей аласыз. Немесе ыстықтың астына осыны қойсаңыздар болады. Размері өте тамаша. Ол үшін бізге қағаз, циркуль, сызғыш қажет. Сызғыштан 15 сантиметрді белгілеп аласыздар. Ол үшін циркульдан 7,5 сантиметрді өлшеп, қағазға айналдыра сызған кезде диаметрі 15 сантиметрлік шеңбер пайда болады. Осы шеңберді жақсылап сызып аласыздар. Содан кейін қосымша шетінен тағы да 7 мм беріп, шеңберді айналдыра сызасыздар. Жақсылап сызып алғаннан кейін, енді осыны қағаздан жақсылап қиып алатын боламыз. Қағаздан қиып алған шеңберімізді енді негізгі матаға айналдырып түсіріп аламыз. Осындай шеңбердің негізгі матаға бізге 7 қажет, және де ішкі подкладына бір түсті матадан 7 керек. Осыны жақсылап қиып аласыздар. Мінекей негізгі матадан 7 дана, және де ішкі подкладына бір түсті матадан 7 дана осылайынан дайындап аласыздар. Дайындап алған маталарымызды енді бір-біріне біріктіреміз. Ол үшін бірнеше жерден түйреп алыңыздар. Түйреп болғаннан соң осы шеңберімізді айналдырып тігетін боламыз. Және де ішке айналдыруға 2-3 сантиметр алып қаласыздар. Енді осы 7 дананың барлығын осылайынан айналдырып тігіп шығасыздар. Мінекей 7 дананы тігіп болғаннан кейін, енді осыны ішкі бергі негізгі бетіне айналдырамыз. Шеттерін айналдырған соң жақсылап тұрып түзеп алыңыздар. Және де жаңағы 2-3 сантиметр қалдырған жерімізді жақсылап тұрып, ішіне қайырып, түйреуішпен түйреп алыңыздар. Оны қазір айналдырып тіккен кезде бірден тігіп жібереміз. Дәл осылайынан қалған бөліктерінде айналдырып аласыздар. Мінекей толықтай айналдырып шықтым. Енді осының шетінен 1 мм қашықтықта тігіс түсіретін боламыз. Және де тігу барысында жақсылап шеттерін ашып түзеп отырыңыздар. Жақсылап тігіп айналдырып болғаннан соң енді осыларды үтіктейміз. Келесі кезекте лекалымыздағы жаңағы шетінде тігіске қалдырған 7 мм-ді қиып алып тастаймыз. Бізге нақты 15 сантиметрлік шеңберіміз қажет. Енді осы шеңберді тең ортасынан бүктеп, жартысын қиып алып тастаймыз. Тек жарты бөлігімен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей жартысын алдық. Қараңыздар, енді шеңберімізбен дәл келді. Енді үстіңгі бұрышынан шетіне қартай 6,5 сантиметрді өлшеп аласыздар. 6,5 сантиметр.
Енді осы өлшенген жерден төмен қартай бұрышына сызық түсіресіздер. Осы сызықтың бойымен енді қағазымызды қазір бүктейміз. Жақсылап қарап алыңыздар, мінекей арғы бетке қартай бүктедім. Енді дөңгелек шеңбердің шетінен тағы да бөлігі қалды ғой, енді оны бері қартай бүктейсіздер. Бізде осындай үш бұрыш шығады, қараңыздар. Енді осыны матамызға түсіруіміз керек. Ол үшін жаңағы дөңгелек шеңберімізді қазір қараңыздар, мінекей матаны алып тең ортасынан бүктеп аласыздар, немесе осылайынан карандашпен белгілеп алсаңыздар болады. Осы жерімізге қазір лекалымызды қойып, жаңағы 6,5 сантиметр белгілеген жерден төмен қартай ұзын сызықпен сызып аласыздар. Осылайынан барлық дөңгелек шеңберді қайталап дайындап сызып шығасыздар. Ал сызып алғаннан соң енді осылардың барлығын бір-біріне жалғап тігуіміз керек. Ол үшін қараңыздар, тең ортасын келесі шеңбердің тең ортасымен біріктіріп аласыздар. Осы жерде мұқият болыңыздар. Жаңағы сызып алғанымыз келесі шеңбердегісі өзіңізге қарайтын болу керек. Астынан да тең ортасын белгілеп аласыздар. Барлық сызылғанымыз бір жақ бетінде қалады, қараңыздар. Енді осыны тігеміз. Тең ортасынан емес, жаңағы сызған жерімізден. Осы жерде нақты мұқият қарап алыңыздар, қыздар. Міндетті түрде закрепка жасауды ұмытпаңыздар, басында және соңында. Мінекей екеуін жалғап тігіп алдық қой. Енді қараңыздар, келесі дөңгелектің шеңберіне үшінші дөңгелегімізді жалғайтын боламыз. Міне екеу жалғанды. Енді осыған үшіншісін жалғаймыз. Дәл тең ортасына, мінекей бүктелген жерге келесі шеңбердің тең ортасын біріктіресіздер. Ол үшін түйреп алыңыздар. Үстінен және астынан. Осылайынан бірінен соң бірін барлық 7 шеңберді осылайынан біріктіріп шығатын боламыз. Ал қыздар қараңыздар, 7 шеңберді толықтай тігіп алдық қой. Енді бір-біріне қалай қосамыз? Дәл алдыңғы тіккендегідей тең ортасын табасыздар. Сол екі шеңбердің соңғы басы мен соңын сол жерден бүктейсіздер. Және де сызып алған сызығымыздың бойымен
тігіп қосып шығасыздар. Сонда шеңбер дөңгелек болып шығады, 7 бөлшек бір-біріне жалғанып тігіледі. Мінекей, толығымен шеңберімізді тігіп болдық. Енді осыны жақсылап үтіктейміз. Үтіктемес бұрын әрбір мына жапырақшамызды қараңыздар, ашасыздар. Сосын әр қайсын бөлек-бөлек үтіктеп шығасыздар. Осындай барлығы бір-бірімен қосылған бізде 7 жапырақша дайын болады. Ал мінекей қыздар, үтіктеп болғаннан соң енді осы ашылған жапырақтарымызды бір-бірімен қосып кіші жапырақшалар шығарамыз. Ол үшін қараңыздар, бір-біріне осылай қосасыздар, жақсылап бір-бірімен қиылысқан жерін карандашпен белгілейсіздер. Сол белгіден төмен қаратай бұрышына сызғышпен сызып аласыздар. Осылайынан әрбір жапырақшаларды ашып, бір-бірімен қиылысқан жерін белгілеп, сызып, осы жерден тігетін боламыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, сызып алдық, енді осы жапырақшаларымызды бір-біріне біріктіріп, әр қайсын тігіп аламыз. Мінекей осылай бір-біріне біріктіріп ұстайсыздар да, жоғарыдан төмен қаратай тігесіздер. Солайынан ыңғайлы болады. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, тігіп алған кішігірім жапырақшамыз қандай болып шығады, мінекей бір-біріне жалғағанда. Енді осылайынан келесілерінде толығымен айналдырып жалғап шығасыздар жаңағы сызып алған жерімізден. Мінекей біздің екінші жапырақшамыз дайын болды. Енді осылайынан қалған 5 жапырағымызды бір-бірімен тігіп шығамыз. Ал қыздар, мінекей толығымен тігіп болғаннан кейін міндетті түрде жақсылап тұрып үтіктейсіздер.
Ендігі кезекте осы кішігірім жапырақшаларымызды айналдырып тігіп аламыз. Ал мінекей қыздар, толығымен тігіп болдық. Екі шеттерінен осындай орыншалар қалады. Сіздер оны да тігіп тастасаңыздар болады. Ал маған осы күйінде осылай әдемі болмайды. Арт жағында да әдемі гүлдер пайда болады. Осылайынан сіздер де кез келген матадан тігіп алсаңыздар болады. Мінекей мен де осылайынан түр-түрін тігіп алдым. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.